Түйе мен қоян. Ертеде жануарлар әлі сөйлей алатын заманда, кен далада түйе мен қоян өмір сүріпті. Түйе өте үлкен, тәкаппар, әрі өзін аса маңызды санайтын. Ол өзін әлемдегі ең сұлу жануармын деп есептейтін. Маған қараңдар, мен биікпін, мықтымын, бірнеше күн сусыз жүре аламын. Бұл далада менен артық ешкім жоқ. Қоян болса кішкентай, жылдам, әрі айлакер еді. Ол түйенің мақтанын тыңдап, тек құлағын қимылдатып қояды. Bir күні түйе қоянға: Әй шолақ, кел бәстесейік, қайсымыз әдемірек? Барлық аңдар төрелік айтсын. Жарайды, бірақ жарыс ұйымдастырайық. Кім жеңсе, сол әрі сұлу, әрі ақылды. Сен менімен жарысқың келе ме? Мен бір қадамда сен 100 секіргендей жолден серемін. Сөйтіп олар мынадай шартқа келеді. Таң атқанда өзеннің екі жағасынан суға түсіп, бір-біріне қарай жүзеді. Кім ортаға бірінші жетсе, сол жеңімпаз. Түйе өзіне толық сенімді болды. Түнде жатып алып қорылдағаны сонша, айналасындағы шөпте иіліп қалғандай. Таң сәріде, күн әлі шықпай тұрғанда, қоян үн-түнсіз ұйықтап жатқан түйеге жақындап, оның құйрығына ұзын арқан байлайды. Арқанның екінші ұшын өзен жағасындағы үлкен тасқа бекітеді. Күн шыққанда, аңдар жарысты көруге жиналады. Түйе кеудесін керіп, суға түсіп жүзе бастайды. Қоян да қарсы жағадан суға кіреді. Бірақ кенет түйе бір нәрсе оны артқа тартып тұрған сезеді. Алға жүзіп барады. Бірақ бір күш кері тартады. Бар күшін салса да, орнынан жылжалмай қиналады. Ал қоян болса оп-оңай, тез арада өзеннің ортасына жетеді. Түйе әрен дегенде жағаға шығады. Малмандай су, абдырап қалған. Аңдар қарап тамырқайды. Біреу түйенің құйрығындағы арқанды байқап, бәрі қоянның айласын түсінеді. Біреулер күледі, енді біреулер бас шайқайды. Сонда кәрі түлкі бұлай дейді: Түйе, сен әлсіз болғандықтан ұтылған жоқсың. Сен тым өзімшіл мақтаншақ болғаның үшін ұтылдың. Мақтаншақ адамды әрқашан біреу айласымен жеңеді. Түйе қатты ұялыпты. Содан бері жұрт айтады: түйе басқаларға сәл жоғардан қарайтын болыпты. Сол бір ұят күнін ұмыта алмайды екен. Ал ерні әрдайым бүрісіп тұрады. Бәрін есіне алып, үндемейді. Мақтаншақтықпен өзіне тым сену жаман кеңесші. Ақыл мен тапқырлық көбіне күш пен үлкендікті жеңеді.